Сәлем достар, сіздермен өнер. Сіздерге корей тағамы корн-догты жасайтын боламын. Былайша айтқанда сосиска в тесте. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әрі балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Бізге алдымен шұжық қажет болады. Кез келген қолдансаңыздар болады. Мен восточный шұжықтарын қолданамын. Толығымен аршып тазалап, ортасынан теңдей бөліп аламыз. Шұжықтарымызды ортасынан осылай теңдей бөлеміз. Және бізге ағаш таяқшалары, яғни шпажка қажет болады. Осы шпажкаға сосискаларымыздың барлығын ортасынан түйреп шығамыз. Дәл ортасына саламыз шпажканы. Осылай барлығын дайындап аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Енді біздер клярын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сүт, қара бұрыш, тұз, қызыл бұрыш немесе паприка қолдансаңыз болады. Паприка түсін қызарту үшін қолданылады. Мен толық мөлшерінің барлығын описаниеге қалдырып кеттім. Осылай сүт пен жұмыртқаны әбден езіп аласыз. Үстіне ұнды 2-3 бөлікке бөліп саласыз. Бірден салуға болмайды. Біздің массамыз қоюлау болу керек. Осылай түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аласыз. Енді қою масса болу керек дедім, өйткені сосисканы батырған кезде ағып кетпеуі керек. Қызып тұрған майымызға сосискамызды массамызға құйып пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай. Менің балаларыма ұнайды, сіздердің балаларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Сырты өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Егер де сізге видеом пайдалы болып жатса, өз сұрақтарыңызды комментарий бөліміне қалдырыңыз. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған өнер. Назарларыңызға үлкен рахмет.